Көзінің қарасымен ағы көрген, күн сәулесін бойына көп сіңіріп, өз отына көп күйіп, жаны бөлген. Тірісінде сый көрілмей қайран ақын, тек өлген соң атағын жайған ақын. Ежелдің қазақтың бұл қасіреті, бармағын тізепкен ойланатын. Әр жырында жатады жарқын ғалам, бір өлең жоқ қайығы қалтылдаған. Төрт тұяғы тайпылған жорға кілең, астарына сысы сай алтындаған. Құрметті өлең сүйер қауым, Мұқағали атамыздың 90 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Мұқағали жыр еліне ауыз әдебиетінің мөлдіреген сусында ұлы Абай тереңіне бойлап, өзіне дейінгі ақындарды ір тұтып, орыс пен Еуропа, шығыс әдебиеттерінен тәлім алып келе жатқан ақын. Мұқағали қазақ лирикасының Абайдай алуын үлгі тұтқан. Ұлы Абайды әдебиетіміз бен мәдениетімізге өзіндік мектебі бар. Мұқағали сол мектептің қарлығашы, түлегі. Сондықтан да Мұқағалидың абайша ойлап, абайша жыр құлағын жалғастыруы заңды. Қуат алып Абайдың тіл күшінен, жыр жазамын Абайдың үлгісімен. Абай болып табынсам бір кісіге, Абай болып түңілемін бір кісіден. Өлмеу үшін, құлқынды жемдеу үшін, мен дағы өлең жазбаймын ермек үшін. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, Абай жаққан бір сәуле. Сөнбеу үшін деп, ұлы Абайдай көп нәрсе үйретіп, сөз құдіреті, сөз сарасын ақындық сезіммен қабылдап, өз поэзиясында Абай салған соқпақ жолды, әдеби ұлттық дәстүрді одан әрі жалғастырған. Әрқайсысы бір-бірінен бөлек кезеңде өмір сүрген ақындардың жүрегі бізге ортақ сыр шертіп тұрғандай. Бұл ұлы адамдардың рухани үндестігі, іштей бір-бірімен қабысып жатады. Мұқағали өз айтқандай, жырлары ұрпағымен бірге мәңгілік жасайды. Ол Абай жаққан сәулені аулаулата түседі. Назарларыңызға ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған баяндамаға кезек берсек. Батар күн, келер күн, атардан шығар күн. Бәріне құштармын. Осымен, осылай мәңгілік тұрармын. Өлмеймін, сырада өлмейтін шығармын. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Шын есімі Мұхамедқали. Ол қазақтың лирик ақыны, бұзбұлақ ақын. Өз заманында белгілі бір өз заманына лайық бағасын ала алмаса да, өзіне кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Бұл сүрінсе ақынның анасы Нағима. Азан шақырып қойған есімі Мұхамедқали. Оның әкесі қарапайым шаруашы болған. Колхозда сушы, жалғышы болып жұмыс істерген. Мұқағали үйдің тұңғыш баласы. Одан кейін бір қыз және 3 інісі дүниеге келген. Бірақ дегенмен қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмады. Бізде қазақта үйдің тұңғыш баласы ата-енесінің тәрбиесін алу бұрыннан бері қалыптасып келе жатқан салт дәстүр. Сондықтан Мұқағали де өзінің әжесінен тәрбие алады. Әжесінің тиынынан өседі. Ал өзінің туған анасына ол жеңгесі ретінде қарайды. Ақын 1933 жылдың 9 ақпанында Алматы облысы Райымбек ауданының Қарасаз атты ауылында дүниеге келген. Оның дүниеге келуі туралы екі түрлі ақпарат бар. Бірі 1931 жылдың 9 ақпанында дүниеге келген. Құжат бойынша солай жазылған. Бірақ оның анасы былай деп айтады. Менің Мұқағалиым 1931 жылдың 8 наурызында дүниеге келген. Жаңылысу мүмкін емес.
Ол дүниеге келе салысымен артынан біз наурыз тойы тойлаймыз, наурыз көже жасаймыз деп дайындалып отырғанбыз деген мәлімет айтады. Сондай-ақ Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның 2-ші туған күніне мынандай мәлімет береді. Ақын 1931 жылдың 8 наурызында дүниеге келген. Бірақ ол осы 9 ақпанда өзі ес біліп келе жатқан кезінде өзі құжат бойынша жаздыртып алған деген мәлімет айтқан болатын. Ал бұл суретте ақынның жас кезі. Мынау жерде мезгілсіз қаза тапқан қызы Майгүлман сол жақтағы. Бұл суретте ақынның жары Лашын, қызы Алмагүл, ұлы Айбар бейнеленген. Енді ақынның хронологиясына кезек берсем, ақын 1948-49 жылдары Қазмұның филология факультетінің оқыған. 1948 жылы оқуын тастап Шибот ауылында хатшы болып жұмыс атқарады. 1949 жылы көктемде жары Лашынмен отау құрады. Одан кейін 1949 жылы Советтік шекара газеті ақынның Қырман басында қойшы бала Ақтай атты өлеңдерін жариялайды. Одан кейін 1953 жылы Алматыдағы Шет тілдер институтының неміс тілі факультетінде білім алады. Бірақ ол жерден отбасылық тұрмыстық жағдайларға байланысты оқудан шығып кетеді. Ары қарай 1954 жылы Қарасаз мектепте бастауыш орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалады. Сол жылы ол ақынның 3 өлеңі әдебиет және искусство газетінде жарияланған болады. Сосын 1957 жылы Республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1962 жылдары Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі болады. 1963-65 жылдары Мәдениет және тұрмыс журналында қызмет атқарады. Артынан 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға бейімдене араласа бастайды. Одан кейін Алматы Шет тілдер институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып және Мәскеудегі Горький атындағы университетте білім алған болады. Ақынның аты өлсе де зат өлмейді. Алматы қаласында дүниеден өтеді. Негізгі шығарындары Мамыр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, сондай-ақ Шуағым менің атты жыр жинақтары ол көзінің тірісінде шығарып кеткен болады. Ал дүниеден өтер алдында Реквием атты толғау өлеңін жазады. Бұл суретте ақынның шығармашылығы бейнеленген. Жазған кітаптары, өлеңдері, осының суреттері. Мұқағали өлеңдеріне неше түрлі сазгер әншілер ән жазған болады. Ол 1985 жылы Қазақстан жазушыларының одағының бастамасымен Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлық тағайындалады. Ал 2008 жылы болса Мұқағали Мақатаев атындағы жаңа сыйлық тағайындалды. Мұқағали Мақатаев күнделігі. Ақын өзінің балалық шағын соғыспен қатар өткізген. Сондай-ақ ол бір өлеңі бар. Неңді сенің аңсаймын балалық шақ отты өлеңінде ол осы балалық шақтан шеккен қайғы қасіретін жазған болатын. Ол балалық шақ ретінде тағы бір үзінді айтқан. Адам өмірінің бақыты балалық шағы. Балалық шақ бақытсыздыққа толы болса, онда санасы бар пенденің ғұмырына ақау түскені деп бір ауыз сөзінде айтқан болатын. Бұл суретте ақынның достықтың жақты алауын. Бұл суретте ақын өздерінің достарымен отыр. Ақын өз заманында достары көп болған. Сондай-ақ енді осы ақынның мұрасын жалғастыру, оның кітаптарын, шығармашылығын ары қарай дамыту ол біздің қолымызда. Мұқағалиға дейін қара өлең қазіргі дәрежедегі мазмұнда өрелі өріске көтерілген жоқ еді. Ақын жыры оның жан сыры, ішкі дүниесі. Ақын сол сырын қағаз бетіне өлең жолдарымен түсіреді. Яғни сол өлең жолдары арқылы оқырманның ішкі жан дүниесіне жол алады. Ақын ағамыздың өзі өмір сүрген ортаға, қоғамға көңілі толмағандығымен, келешектен үміт үзбейтін мұңлы сарынға құрылған өлеңдерінен аңғаруға болады. Пай-пай өмір
өлеңі орындайтын Мырзақұлова Венера. Бай-бай өмір, бай-бай өмір, өтесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Бай-бай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сен де біз, кетеміз ау, әлі кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір дейтін бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы, қанын кеуіп қаталаған кезінде, сусыныңды қандырсаң бір болған. Мына күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Мұқағали Мақатаев жаңарған тау мен даланы, олардың жаны жарқын, асыл адамдары мен таңғажайып табиғаттың үлкен жүрек асқақ жыршысы болатын. Солай болып қала береді. Ақын шығармашылығы да бұл егіз тақырып ажырамастай қатар өріліп, домбыраның бос ішегіндей жарысып жатты. Сонда да біз өлеңі орындайтын Нишанова Жұлдыз. Сонда да біз. Сабыр, сабыр, әй досым, ашуланба, төрт тентегің құтыңды қашырғанға. Бұл өмірде баладан асыл бар ма? Сабыр, сабыр, әй досым, ашуланба. Шектелмесін ашумен барамалың, жарылмасын сабыр ет қанамағың. Молшылық қой әзірге заман тыныш, орындай сал балаңның қалағанын. Белдігіңді несіне шешіп алдың, таста әлі балалардың есін алдың. Қара борбай шақты ұмыттың ба, 40-шы жылдарды есіңе алдың. Жұтатығын жалмауыз жұттан дәрі, есіңде ме сұрапыл сұқтан қаны. Болса талқан, болмаса бір уыстан, бір шыны сүт, ал басқа түк қалмады. Шай орнына қайнақ су сорақтадық, сонда да біз жамандық жолатпадық. Балапандай барғадай стояқтадық, сонда да біз өмірді жоғалтпадық. Нанды беріп, майданға етті беріп, жұбандық өзіміздей көпті көріп. Отарғы жан отырып азық еткен көк сиырға өмірлер деп тіледік. Жазда аптап, қыста суық қарып алып, арыдық та, аштық, жарымадық. Сонда да біз осындай сотқар едік, балалықтан басқаны танымадық. Өмір сүре бергенбіз сонда да біз. Отарлы жан бір үйде 10 баламыз. Ұзақ күнге даладан шаршап келіп, өлімсіреп қарайды сонданамыз. Өмір сүре бергенбіз сонда да біз. Мұқағали Мақатаев талантының берік тұғыртасы шаңдағына аунап, тентек өзеніне шомылып, құстар қиқуын тыңдаған топырағында. Ол соған тартып туған. Кішкентай жүрекке кең дүниені сыйғызып, әлемді кеңістікке құлаш ұрады. Ақын жүрегінің құбылнамасы әлеуметтік өзгерістер мен уақыт желіне нәзік бұрылып, сондай сезімталдықпен көрсетеді. Ортада Қыпшақбаев Нұрсейіт пен Темірбекова Сымбат «Ғашықпын» композициясы. Сезбейсің ғой сен мені, көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсам болған пендені түсінсеңші, ақыл келмеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз, кетем бе деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болама сол аман ба? О тәңірім, неткен қатал жан едің, жүрегің нетсе бәлде қол адам ба? Шын ғашықпын, есеуімді жасыр алам, әрбір алдың ғой бір талсашын маған, сырымды айтып, ән арқылы өзіңе, сүйдім сөйлеп, құлақсас сөзіңе, кездескенде күлімдес сен маған, кім қызықпас, өдір қара көзіңе. Жаным, сені ешбір жанға қимаймын, сені ойласам, бұл өмірге сыймаймын.
жинаймын. Бірақ бұл әлемде қыздар деген көп екен. Көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен. Ақыл болып, көкке болып беріссе, көп кідірмей жауабын беріссе. Жүрегін тастан әлде мұздан еді. Әлде менен жақын бір жан бар еді. Көңілімді суыттың үнсіз қалып, мен енді шұбаққа айналсам қызғанбайды. Қызғанбайды біреумен билесем де, шақыра ғой басқаны билесем де. Мен жүрейін жанында жат біреудің, өлең оқып берейін сүймесем де. Ішімнен онда ешкім жоқ десем де, қайғыдан қасірет шекпесем бе. Қайғыдан қалай аман жүріп берем, қайрап қалам, қасірет шекпесем де. Кетер болсам, тезірек ұмыт бәрін. Көз алдында тұрмасын қылықтарын, ұмыт бәрін зиянды бәуре болмапан ғажайып сәулесін сынықтар. Кездерді ұмыт, бөлмеде сыймай өлген, кездерді ұмыт ерекше сыйлай білген, өкпелеймін сен осылай сүйгендіктен. Шынымды айтсам, мен сені ешкімге де қимайды екенмін. Шәміл-ау, қай жағдайымды білесің бе? Білмейсің, қайтерімді кім сенеді? 17-де өшіріп алған отым, қайтерең, қайта қарап жүрсем еді. Мәлім ғой саған менің албастығым, сабырсыз аузы күйген албастымын. Кеселді алдыменен үрлеп алам, ыстық шайды аузыма алмас бұрын. Ойласам, талай қырбаспын, досымден доңызбен де мұндаспын. Шәміл-ау, қалың достан қалың сынат қайтерім, мен сынға шықпын. Кеше мен махаббатқа шықпадым, барындағы отырдым қарсы қарап, ол да тұр, түрі жоқ қалсырама. Шықтанғанда жас көзіне жасқандым ба, тайып тұрдым қасаңды қаршыламақ. Шәміл-ау, шәмші қайда? Шәмшіге тағы да бір таңдандырсын, жүректі жандандырсын. Мәңгі өлмейтін махаббатым айта жүрсін, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырсын. Бүгін және махаббат қарамады жаным жаралады. Шәміл-ау, білесің бе сол шын махаббат қарамаудан жаралды. Мейлі ол қарамасын, түсінбесін, осылай асқақ болып кешірмесін. Бастан алып бара жатқан дауысында тағдырым көлекесін түсірмесін. Қазір түн көктем түні маужырап тұр. Отырмын жазбай сызбай қалжырап тұр. Тереземнің алдында кәрғайын, көктей алмай отағында қалбырап тұр. Ай, қайран күндер, сайран күндер. Жалпы Мұқағали халқына ерекше сенім артып, құрметтеп өткен ақын. Қай өлеңі болса да, халқын, елін, жерін ерекше тебіреніспен жырлап, солардың болашағы жайлы толғанып, қуанышына жадырап, қайғысына қамығып, нағыз халықтың ұлы бола білген ақын. Сегізбай Аяжан, не айтам саған, жаным-ай өлеңі. Мұқағали Мақатай, не айтам саған жаным-ау? Не айтам саған жаным-ау, не айтам саған? Кете бардым жолменен шайтан салған. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, қиын екен қосылып қайтаң саған. Сен қалдың қадіріме жетпей менің, шын берілсең қара сөп кетпей дедім. Сол сәттен есімде қалғаны тек үстімде желбіреген көк көйлегім. Сонымен сен де кеттің, мен де кеттім, ойран асыр көңілді жүндімеккім. Кімді сүйсең, оны сүй бақытты бол, бірақ менің сүйгенім сен демекпін. Мейлі күн, мейлі айлар, жылдар өтсін, өкініп, опық жейтін мезгіл жетсін. Шынайы саған деген махаббатым өміріңе қарыз боп бірге кетсін. Ақынның жаралашын өз естелігінде, мен Мұқағалиды данышпан, көреген әулие дер едім. Оның тек өлеңде емес, өмірде де айтқан болжаулары келіп отырады. Мен 50 жылдығымды тойлауға қатыса алмаймын, бірақ өзім өмірден кеткенше қысылмай жететін жырлар жазып кетемін. Ол сендерді де асырайды, туған жерім қара саздың артында әлемге жаяды деп, жазып келіп өзінің зарға күткен алғашқы таңдамалысы
өмір дастан кітабы шыққанда өзіне жіберілген 10 дана кітабына өз қолымен жақсы көретін адамдарына автограф жазып қойыпты. Сонда бәріне 27 наурыз 1976 жыл деп жазған екен. Сол күн тура өлген күні болды, дейді. Ақын қолынан қаламын тастамаған күні сол 27 наурызға дейін. Ал қарасаңыз, қазірде Мұқағалидың туған жері, аяулы ыстық мекені, қазақ жерінің әр түкпірлеріндегіні қойып, басқа жұртқа да тағылып, аты аспанда ғана анық. Сағынай Әсемай, туған өлке әні.
қанатты сөзі бар. Осы сөз Мұқағалиға арнап жазылғандай. Ақын өмірден озғанына ширек ғасыр өтсе де, ұрпақтары, халқы оның жырларын жата жастанып, жабыла оқитынына мақтаныш. Қыпшақбай Нұрсейіт, қазақ халқыма өлеңі. Қазақ елі, қазақ болып туылдым, қазақ болып өлем. Талай қиын күндерді бастан кешіп келемін. Ойда намыс, жүрегі рухқа толы, мен қазақтың барлығына сенемін. Абылаймын, Абылайда ұран соғар, қабанбаймын, әрдайым елім қорғар. Заманында өз заманын билеген, мен Қасыммын, маған қарсы кім шығар? Мен кереймін, қазақ үшін туылған, Жәнібекпін шу елінде туғырған, ұланғайыр атырапты орнатып, ұрпақ үшін соғысуға ұмтылған. Мен тәукемін, жасым жеті сарғысын, риза болып халық берген алғысын. Міржақып боп оятып қазақты, ояттың ба қайран халық барғысын. Әли қақуам құрдым алды аласын, алашыма талай жапты жаласын. Мағжан болып мен жастарға сенемін, ардақтайтын әрбір қазақ баласын. Мен абайымын, қара сөзбен тілдесемін, Мұхтарыммен, қара өлеңмен күн кешемін. Қомайып пен Сүлейменов адамдай өлілгенше қазақ үшін күресемін. Мен Бауыржан ел үшін өлетін, өлім келе тұрса дағы күлетін. Әлия мен Мәншүктердей апамның батырлығын күллі қазақ білетін. Ахметпін, ішінде толы азап бар, шындықты айтсам мейлі мені азаптар. Ұрпақ үшін құрбан болам, себебі менде намыс, жүрегімде қазақ бар. Біз қазақтар досын жолға сатпаған, біз қазақтар ештеңе сатпаған. Туылғаным осындай ұлы өлкеде, сондықтан мен қазақпын деп мақтанамын. Мұқағали мұрасы, сұлулық үлгісі біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес. Мұқағали мұрасы, маржан поэзиясы, болашақ ұрпақтың да еншісі, қастерлеп, қадірлейтін қазынасы. Осымен Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арналған әдеби сазды кешіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.